Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныпқа арналған People's Book кітабының 42-43 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Our Planet's Treasure 1. Біздің планетамыздың қазынасы 1. Exercise number 14. Listen, point and repeat, then match. Тыңдаңыз, көрсетіңіз және қайталаңыз. Одан кейін сәйкестендіріңіз дейді. Бізде тапсырма бойынша суреттер көрсетілген, сол суреттерді біз сөздермен сәйкестендіруіміз қажет. Бірінші, waterfall. Сарқырама. Бұл жерде C жауабы дұрыс. Екінші, rainforest. Тропикалық орман. Бұл бізде A жауабымен дұрыс келеді. Үшінші сөз river. Өзен. G әрпімен сәйкес келеді. Төртінші, desert. Шөл. B әрпімен сәйкес келеді. Бесінші, ocean. Аудармасы мұхит. D әрпімен сәйкес келеді. Алтыншы, island. Арал. E әрпімен сәйкес келеді. Жетінші, lake. Көл. F әрпімен сәйкес келеді. Сегізінші, mountain. Тау. H әрпімен сәйкес келеді. Exercise number 15. Thinking. Read and choose the right word. Then decide if the sentences are true or false. Correct the false statements. Оқып, дұрыс сөзді таңда дейді. Одан кейін сөйлемдердің дұрыс немесе дұрыс емес екенін анықтау қажет, яғни true, false-ті анықтау қажет. Дұрыс емес, яғни жалған болған мәліметтерді дұрыс мәліметтермен ауыстыру қажет. Бірінші сөйлем, part of the Amazon rainforest is in Mexico. Яғни бұл жерде rainforest-ті таңдаған, бірақ бұл сөйлем false болады. Енді екінші сөйлемді оқимыз. Niagara Falls is the waterfall. Part of it is in Canada. Бұл сөйлем true болады. Ниагара сарқырамасының бір бөлігі Канадада орналасқан дейді. Байкал көлі Мысырда орналасқан, яғни Египетте орналасқан дейді. Бұл false. Яғни бізде Байкал Қазақстанда орналасқан. Төртінші сөйлем. Part of the Sahara Desert is in Morocco. True. Сахараның бөлігі шөл Мароккода орналасқан дейді. Бұл дұрыс сөйлем. Бесінші, Сырдария is a river in Kazakhstan. Сырдария Қазақстандағы өзен дейді. Бұл дұрыс сөйлем. Gavai is an island in Greece. False, яғни дұрыс емес сөйлем. Гавай аралы Грецияда дейді. Жетінші, Hang Tengri is a mountain in Kazakhstan. Дұрыс сөйлем. True. Хан Тәңірі Қазақстандағы тау дейді. Бұл дұрыс сөйлем. Сегізінші сөйлем. The Pacific Ocean is the largest in the world. Тынық мұхиты әлемдегі ең үлкен. Жерде true болады, яғни дұрыс сөйлем. Studies put a mountain, a lake, a desert, a country, a river, an island, and ocean. But Beluga Mountain, Lake Baikal, the Sahara Desert, Kazakhstan, the Il River, Hawaii, the Atlantic Ocean. My Smiles is an explorer. He travels all over the world. Mr. Smiles зерттеуші, ол бүкіл әлемді аралаған. A lake, көл, a desert, шөл, a country, мемлекет, a river, an island, арал, an ocean, мұхит. Beluga Mountain, Beluga тауы, Lake Балхаш, Балхаш көлі, the Sahara Desert, Сахара шөлі, Kazakhstan, Қазақстан, the Il River, Ли өзені, Гавай, Гавай, the Atlantic Ocean, Атлант мұхиты. Exercise number 16. Read and choose. Оқы және таңда дейді. Бұл жерге біз 4 варианттың біреусін таңдап қоюымыз қажет. Бірінші сөйлем. We visited Turkey this summer. Біз осы жазда Түркияға барамыз дейді. Бұл жерде D жауабы. Енді екінші сөйлем. My uncle lives on an island in Italy. Менің ағам Италия аралында тұрады. Бұл жерде B вариантын таңдадық. Үшінші сөйлем. Where is the Araikum Desert? Арайқұм шөлі қайда дейді. Бұл жерде біз C вариантын белгіледік. Төртінші сөйлем. Malta is a small country in Europe. Мальта Европадағы шағын мемлекет.
Бұл жерде A вариантын таңдадық. Бесінші сөйлем. The Irtysh River flows through Russia, China and Kazakhstan. Ертіс өзені Ресей, Қытай және Қазақстан арқылы ағып өтеді дейді. Бұл жерде біз C вариантын таңдадық. Енді алтыншы сөйлем. The bought a house near Lake Baikal. Байкал көлінің жанынан ол үй сатып алды дейді. Exercise number 17. Written complete, use a and the when necessary. Оқыңыз және аяқтаңыз. A and the осыларды қажет болса пайдаланыңыз дейді. Бірінші сөйлем. Kazakhstan is the 9th largest country in the world. Kazakh is the main language, but a lot of people also speak Russian and English. The capital of Kazakhstan is Nur-Sultan, the exciting modern city. There is also a lot of natural beauty in Kazakhstan, including mountains, rivers, lakes, and forests. The Caspian Sea is the world's largest lake. A visit to Kazakhstan is an interesting experience, and the Kazakh people always give their visitors a very warm welcome. Қазақстан жер көлемі бойынша дүние жүзінде 9-шы орында. Қазақ тілі негізгі тіл, бірақ көп адамдар орыс тілінде және ағылшын тілінде сөйлейді. Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтан. Қызықты заманауи қала. Сондай-ақ Қазақстанда таулар, өзендер, көлдер және де ормандарды қоса алғанда көптеген табиғи сұлулықтар бар дейді. Каспий теңізі әлемдегі ең үлкен көл. Қазақстанға бару қызықты және де қазақ халқы келушілерін әрқашан өте жылы қарсы алады дейді. Exercise number 18. Let's play. Ойнайық дейді. My grandma lives in Nur-Sultan. Менің әжем Нұр-Сұлтан қаласында тұрады. Осы секілді басқа да сөйлемдерді құрастырсаңыздар болады.